Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы және Әбдірахман Серікжанұлы. Бүгін ерекше дата, айтулы дата. Әрине, мен үшін ерекше дата, менің отбасым үшін ерекше дата. Тура бір күн сияқты өтіп кетіпті. Енді барлықтарыңыз білесіздер, бүгін енді міне 15 тамыз. Тура осыдан бір жыл бұрын, 2019 жылдың 15 тамызында Астанадағы жарты жылға жуық үйқамақ өмірін аяқтатып, арнайы күзетпен, арнайы күзетпен, қарулы ма қарусыз ба білмеймін, арнайы күзетпен Алматыға аса қауіпті қылмыс күдіктісі, аса ауыр қылмыс күдіктісі Серікжан Біләшұлы әкелінген болатын. Сөйтіп, мемлекеттің бюджетінен 2-3 полиция білмеймін, көзіме көрінген сол қасымда отырды, қашып кетпесін де ұшақтың өзінде. Екеуі екі жағымда отырды, сөйтіп Бекзат Мақсұтханұлы бар. Бекзаттың билетімен менің билетімді өзіміз алдық, қызық болғанда. Мен келіншегім алды. Сөйтіп Бекзаттікін ата жұрт алды ғой дейм айтты. Сөйтіп алып самолетпен келдік енді. Енді заң бойынша менікінде олар алуға тиіседі ғой, өздері барымталар алып кеткен. Қысқасы бір ауыз сөз, былтыр тамыздың 15 күні таңертең ерте қабақлары қатулы, сұсты. Мен ойладым, бұлар мені алып шығып атып тастайым екен деп. Сөйтіп сұмдық оқиға болып, аса ауыр қылмыс күдіктісі болып, мен ана Холливудтың киноларында, енді орысша айтқанда Голливудтың киноларында анау сериал адам өлтірген, қаладан қала бүкіл Американы қырып жойған қылмыскерлер болады ғой. Соны алып келгендей болып алып келдік қой. Сөйтіп қабақтары қатулы, өңдері деген сұсты адамдар сөйтіп мені ұшаққа шығарып. Астана әуежайында адамдар келіп сәлемдесіп жатыр. Танып, анау келеді, мынау келеді. Әлгілер ет сөйлеспе дей алмайды. Арнайы ұшақпен әкелейін десе, оған енді қалта көтермей қалды ма, ұшақ бос болмай қалды ма. Сөйтіп жай қарапайым азаматтар отыратын ұшақпен Алматыға келдік. Қызық, Алматы әуежайына келсек, кейін естідік қой. Ел жұрт әуежайды басып қалған ғой. Ол кейінгі әңгіме. Мен түстім, бүкіл елді тоқтатып қойды. Қаланың жаңағы әуежайдың бір жақ шетінде, сосын мен алдымен алып өтті. Елдің бәрі үрейленіп шошып, ұшақтағылар біреу бүйтіп қояды, бүйтіп салса бүйтіп қана қояды үрейленіп. Ұшақта туалетке барсам да, олар қасымда еріп жүрді ғой туалетке. Енді осындай қауіпті адам екен ғой, өзім де білмейді екен. Сөйтіп, ұшақтан түскенден кейін мен енді ойладым ғой, қалыпты жағдайда Алматы әуежайының жаңағы ғимаратының ішіне кіреді деп. Жоқ, мен бөлек көлікке салып алып, әуежайдың бөлек бір тесігінен ең жақтан алып өтіп кетті. Мен мына жақтан шықпады дедім, деген жоқ. Содан анда апарамыз, мұнда апарамыз деп Алматыға өстіп алып келді. Өзімізге таныс қарап қоямыз. Көрмегенімізге жарты жыл болған Алматы. Енді 20 жыл Алматыда өмір сүремін, мен Алматының әрбір ағашына дейін білемін. Көзімді бүйтіп жұмып алып. Әзір мынандай дәу терек бар, міне жердегі аша терек бар деп бүйтіп отырып біліп отырам мен оны. Ассалау десінші. Ассаламағалейкум. Толғай. Ассаламағалейкум. Сөйтіп жаңа келдік, Ақкенттің бір бұрышынан кірді. Байқамай қаппын қай бұрыш. Содан ағай қазір көп адам жиналып тұр ана сіздің ғимараттың алдында. Сіз қазір көпшілікпен нетпеңіз, тіке кіріп кетіңіз дейді. Жарайды. Ана көпшілікке лекция сөйлемеңіз дейді. Бопты, үйіме кірейін, үйімді сағындым дедім. Содан алып келіп, 25-ші үйдің алдында деген құжынаған адам. Ол сол кезде видеодан көрдіңіздер ғой, бәленбай тікелей эфир кетті, жігіттерді түсірді. Сөйтіп әшейін екеуі екі жақтан мені. Қол аяғымды кісендемеді енді, онысына тәубе. Өйтпе, Абдырахман, ұят біледі емес бе? Ондай тентектік істемейді. Сен деген дәу жігітсің ғой. Жігітсің ба, бөпесің ба?
Содан жаңағы жерде адамдар қол алысып жатса мені сүйрелеп. Ана балам шошып кеткен, Әбдірахман. Ол адам соншама көп адамнан қорқып. Оны мен көтеріп алайын десем, әгілер итермелеп. Ол видеода тұр ғой, бәрі аяқты көтермейді. Содан жаңағы Ақкентке келіп, 4-ші қабат. Сон баламды осы, екі ұлымды екі қолыма көтеріп алып. Содан қызық, сөйтіп үйге келгеніміз естеріңізде ма, сөйтіп. Ол енді мен есімде енді тарихи күн. Бұлай қарасаң масқара. Ертең ұрпақ осыны көріп, енді біздің мына қоғамымызды не айтады? Мына қоғамымыздың таза айнасы, сол айнасы міне алдарыңызда тұр. 1 жыл болыпты, міне сол Алматы қаласының Ақкент ықшам ауданында міне өмір сүріп жатқанымызға 1 жыл болыпты. Одан жаңағы бақылау мерзімін білесіздер, сот ертең, яғни 16 тамыз күні болады. 16 тамыз күні болады, сөйтіп жаңағы бақылау мерзімі дегенді шығарады. Негізі бақылау мерзімі тағы ұзарып кетеді ғой. Олар мені мына Алатау ауданы емес, Әуезов ауданына полициясына жіберген ғой, пробациялық бақылауға, соттың үкім қағазын. Сосын ол соттың үкім қағазын ол Ақкент ықшам ауданы, Әуезов ауданына қарамайды деп, олар сотқа қайтарып, сот қайтадан оны Алатау ауданы пробациялық қызметке жібергенше жаңағы 2 ай кеткен ғой, былайша айтқанда. Ол туралы да лекция сөйледім ғой. Сөйтіп олар сол полиция айтады, заң бойынша бізге келген күннен бастап пробация басталады дейді. Заң міне деп қағазын көрсетіп, адвокатпен сөйлесті. Адвокат айтты, болыпты деді. Сонымен сол тағы 2 ай ұзарып ары қарай. Яғни бізде жаңағы атқарушы биліктердің барлық қателіктері, жаңағы соттың әдірісті Әуезов аудандық жаңағы пробациялық бақылауға қағазды қате жіберуі, ортада оның 2 ай созылып жүруі, менің 2 ай өмірімнің набыт болып кетуі, ол қаралмайды екен. Пробацияға бүйтіп айтып қойған, өздерінің белгілемелері бар. Ол сенің адамдық құқығың, өмірің қызық емес. Бізге келген күннен бастап басталады. Қағаз бізге осындай келді. Сізде мынандай да мынандай күн. Сіз 6 ай бас бостандығыңыз шектелу керек. Жаңағы Астанада отырған күніңіздің 2 күні 1 күн кесеп, ондай да заң бар екен. Содан 2 күніңіз 1 күн кесеп болғанда мынандай да мынандай күн. Енді сіз мынандай күн бақылауда болу керексіз дейді. Ана үкім қағаз қаңғып жүрген 2 айшы, ол қосылмайды. Сонда мен ол 2 айда кіммін? Азат адамын ба, еркін адамын ба, бақылаудағы адам ба, үйғамақтағы адам ба? Сол 2 ай өмірім қандай өмір? Оған бір анықтама беріңдер, статус беріңдер. Жоқ. Сонда қандай логикаға сияды? Мен 2019 наурыздың 10-нан 2019 наурыздың 10-нан 2019 августтың 16 күні сот залынан босап шыққанға дейін үйғамақтамын. Яғни наурыздың 15 күні Алматыға әкеліндім. 16 күні сотқа апарылдым, полицияның бақылауымен. 16 күні кешке түнгі сағат 23:55-те жаңағы сот залынан тіке босатылдым. Оны білесіздер, бүкіл видео, YouTube, Facebook. Ал одан кейінгі 2 айда мен кіммін? Одан кейін барып, жаңағы 2 ай қағаз Әуезов аудандық сот, Әуезов аудандық провокация келеді, олар бізге қарамайды екен деп кері қайтарады, одан олар Алатау ауданына қарайды екен деп қайта жібереді. Сонда 2 айда мен, сонда үй бақылаудағы адамын ба, үйғамақтағы адамын ба, азат адамын ба, жоқ провокациялық бақылаудағы адам ба? Мен кіммін? Менің өмірім қалай? Менің дәрежем, статусым қалай? Жоқ, мүлден жазықсыз жай тең құқылы азаматпын ба? Жоқ, ол қарастырылмады. Содан Алатау аудандық провокациялық бақылаудың бастығын айттым, бұл енді қалай? Осы десем айтады, сіз онда арыз жазып, заңды өзгертіңіз дейді. Баяғыда жоп істеген болған, осындай бірдеңе болған, заңның тесігін тауып, содан өзгертті, мен оны сыйлайын дейді тағы. Енді сонда мен жүруім керек екен жаңағы заң деді. Енді мен бұл жерде бұны айтып отырғаным, менің өмірім, кез келген біздің заңды өзгертуге ниетті адамдар болса, мен оларға айтамын. Міне сөйтіп менің 2 ай өмірім не қылмыскер емес, не бақылаудағы адам емес. Мысалы, мен соттың үкімі шыққанға дейін мен қылмыс күдіктісімін. Соттың үкімі шыққаннан кейін мен 6 ай бас бостандығы шектелген адаммын. Ал сонда жаңағы одан кейін жаңағы 2 ай белгісіз уақытым бар. Одан кейін провокациялық бақылаудың мерзімі басталған күннен бастап мен кәдімгі провокациялық бақылаудағы адаммын. Қазір провокациялық бақылауым босатылған адаммын.
Сонда жаңағы 2 ай менің өмірім не өмір? Сөйлеуіме тиым салынған, анау мынау еркіндігіме құқыма тиым салынған. Оны ойлап жатқан адам жоқ. Ал егер дамыған өркениетті демократиялық батыс елдерінде болатын болса, менің бір күн уақытым үшін жаңағы бүкіл үкіметтік қызметкер, бүкіл құзырлы мекеменің адамдары лауазымынан кететін еді, немесе оларға сөгіс жарияланатын еді. Тағы сондай бір ауыр қателіктері болған үшін олардың өмір бойы құқықтық мекемелерде жұмыс істеу мәртебесі алынып тасталатын еді. Міне сенің өмірің өмір емес. Мысалы, көшеде кетіп бара жатсың, далада жүгіріп бара жатсың. Енді сен басыңды қатырмайсың ғой, бір құмырсқаны мүжіп кеттің ба, бір өрмелеп жүрген шуалшаңды мүжіп кеттің ба деп. Біздің өміріміз сол болып тұр. Сенің өмірің өмір емес, маңызды емес. Маңызды емес. Қателіктер болды ма жаңағы? Ойбай, мына құмырсқаны мүжіп кеттім ғой, ойбай деп қоясың, болды. Біз солмыз. Бірақ бәрі өтті, кетті. Бірақ бұндай қателік тағы кімнің басында тұр? Тағы біреуде бұдан ауыр шығар. Тағы біреуде бұдан ауыр шығар. Ал осындай қателіктерді кім дұрыстайды? Сондықтан мен бұл жерде ашық айтып отырмын. Заң дегенде адам жасайды. Адам жасайды. Бірақ адам, сол заң адам үшін қызмет ету керек қой. Менің құқым үшін қызмет ету керек. Тұтас осы мемлекетті құрап отырған халықтың құқы үшін қызмет ету керек. Ол заң деген нәрсе қандай да бір жаңағы миы істемейтін, үшкі оқыған жындылардың бүйтіп сүйкектеп жаза салғанын заң деп қабылдап жіберіп, енді оның қате екенін бәрі біліп тұр. Судья да біліп тұр. Полицияның пробациялық бақылаудың бастығы да біліп тұр. Сонда менің мына 2 айлық өміріме сен қандай статус бересің дедім. Соттың үкімі шыққанға дейін қылмыс күдіктісімін. Үкімі шыққаннан кейін жаңа қылмыс жазасын өтеушімін. Ал саған келген күннен бастап ары қарай декабрьдің 31-іне дейін 2019. Онда пробациялық бақылаудағы адаммын. Ал онда мына 2 айым ше, онда мен кіммін деймін ғой. Жоқ. Жауап жоқ. Міне біздің шұрық-шұрық, тесік-тесік заңымыздың сиқы, заңымыздың шұрық-шұрық тесіктігінің сиқы. Егер осыны заң атқарушы, парламент болам, депутатқа болам, парламентке кірем дейтін адамдар болса, тікелей менен кеп сұхбат алсын. Міне осы оларға сигнал. Баяғыда бізден біреу барыпты ғой ана. Өмір бойы депутат болып отырып, бір 31-де ме, КТК-да ма бар. Өмір бойы депутат болып бір рет мәу деп ауыз ашпай кетіп қалған жарықтықтар болған екен баяғыдағы бір парламентімізде. Соны ол менің айтқан сөзім емес. Бұл жерде тағы ойбай, мына өкіметке қарсы деп дамбалдарың асылып қалмаңдар, күншіл-міншіл сорлыдар. Ол КТК-ма 31 со заманда айтқан. Ана бір 300 мың долларлық сағатын бүйтіп шұқылап отырған жынды, ноутбугыменен жаңағы Швейцарияның сағаттарын көріп отырған жынды, сондай жындылардың жасаған заң ғой. Баяғыдай біз енді ел арасындағы ауыздағы бір сөз. Күндіз шырақ жағып жүретін заң қайдан шықты? Сөйтсе өмірі мәу деп не айтарын білмеген бір жынды. Англияға барса, англиялықтар күндіз шырақ жағады екен. Мынау ұсыныс екен деп кеп біз міне қазір бәріміз баяғыда бір аккумуляторды қалада жаңа 3 жыл айдайтынбыз, 3 жыл. Кейбір аккумуляторымыз 4 жылға жететін. Қазір міне 1 жылда аккумуляторың бітеді. 1 жылда аккумуляторың бітеді. Неге күні түні шырағын жағып жүреміз ғой, жынды ұқсап. Мына жарқыраған Орта Азияның мына жарқыраған күнінде шырақ жағып жүреміз. Бізге Жапониядан келіп, шетелден келген қанша журналистер күледі сықылықтап. Өткенде неден келді жаңағы Америкадан келді журналистер, Канададан келді журналистер, сықылықтап күледі, сендер қызықсыздар ек, күндіз жарық жағып дейді. Бізде тұман басып тұрады ғой, сондықтан қазақтардың көзі нашар болады тақ қойдық. Енді қайтесің енді. Сол сияқты қызық дүние, міне соған 1 жыл болды. 1 жыл өстіп өтіпті. 2019 тамыздың 15-і, міне бүгін 2020 тамыздың 15-і. Қызық. Менің әкімшілік сотым 2 күннен кейін тамыздың 18-і сағат 11-ге орналастырды. Тіркелген үкіметшіл Ербол Дәулетбекұлының Қайрат Байтоллаұлының жазған арызы бойынша тіркелмеген заңсыз ұйымның жұмысына қатысты деп солар шағым жазып, содан біздің мемлекет оны қарап, анау Астанадан министрліктен арнайы бір адам келіп бізді тергеп, сонда не дегенде сөйтіп, сол Ербол Дәулетбектің арызымен бізге әкімшілік іс қозғап, өткенде міне 2 рет қаралып, 3-шісі міне неге қаралып отыр, 18 тамызға қаралып отыр. Сол мен қорқам өз, соттан арылмай кеттік. Сот дегенде қу бас домалайды деп әзілдейміз ғой жаңағы.
Осы мен 90-ның 9-ына келіп, 80-ның 8-іне келіп, селкілдеп 90-ның 9-ына келіп тоңқылдап отырғанда, «Әу, құрметті қалай? Мына ертең сотым болады екен, әкімшілік сотым. Соған келіп, қатысып қайтарсыңдар мына. Нағыз аталу еріктілерін тіркемепті, со тіркемеген жұмысқа қатысыпсыңдар деп, әкімшілік жаза береді екен, соны келіңдер деп 99 жасымда сіздерге тағы эфир сөйлеп отырмасам болды ғой енді. Мен 99-ға келгенде сіздер аман болыңыздар. Көріп, немередеріңіз шөбірден «Ай, мынау не дейді, мынау ана баяғыда Жаңираның 19 жылынан бері сотталып жүрген Сергізем бе? Ай, сол Сергізем міне 90-нан асты ғой деймін, сол әлі сот болып жатыр ма, не болып кетті? Ай, құлағың жақсы ғой, тыңдайшы сен, мынау не деп жатыр, ойбай деп. Қызық па? Сөйтіп отырмасақ болды ғой. Мен қазір енді 45-темін. Мен 99-ға келуге 44 жыл бар екен. 44 жылды 2020-ға қосса 2064 жылы. Жарайды, 2064 жылы сотым болса келерсіңдер. Жаңаираның 2064 жылы тамыздың 15-ші күні әлгі жарықтықтардың арызы тағы қаралып, менің үстімнен әкімшілік сот қозғалса, сонда көресіңдер енді. Сау болыңдар! Жақсы бауырлар, әзіл ғой енді. Қызық екен. Жақсы. Бәріміз аман болайық, ел аман, жұрт тыныш болсын. Бәле жаладан сақтасын, дос болып, қас болудан сақтасын. Қайсы күні бір бауырымыз ит құшақта фотоға түсіп екен, комментарий жазып берген. Иттің дос болғаны жақсы, досыңның ит болғаны жаман деп. Айрысар ердің артқығасын сұрайды деп, дос болып, бірге дәм татып, бірге жүріп, аяқ астынан жалып құрылып, жаңбыр жаумай дымданатыннан Құдай сақтасын. Құдай тағала қазақтың жігіттеріне ел үшін отқа да суға да түсетін еркек мінезді берсін. Халқының қамы үшін, қазағының намысы үшін, ұлтының мүддесі үшін, Қытайдың экспансиясынан қорғау үшін, жауына, ата жауына қарсы тұратын сондай бір қайтпайтын қайсар мінезді баршамыздың ұрпағымызға несіп қылсын. Осыны тыңдап отырған сіздің де ұрпағыңыз қазақ үшін қан кешетіндей, жүрегін жұлып беретіндей мықты азаматтар болсын. Бәріміздің ұрпағымыз Құдайдың алдында, қазағының алдында, халқының алдында жүзі жарық, еңсесі биік, мәртебесі үстем болсын. Әмин. Бәріміз аман болайық. Сау болыңыздар.